Саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсыз ба, апай? Отыра қойыңдар. Балалар, қазір қазақ тілі сабағы, иә? Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бірінші көңіл күйімізді көтеру мақсатында ыстық алақан әдісі арқылы бір-бірімізге тілек тілейміз. Бәріміз ортаға шығамыз, келе қойыңдар. Балалар, алақанымызды тез-тез ысқылаймыз. Алақанымыз ыстық болды ғой, иә? Осы ыстық алақан арқылы бір-бірімізге тілек айтамыз. Мен бірінші Нұрданаға тілек айтамын. Алақанымызды бір-бірімізге көрсетеміз. Міне Нұрдана, бүгінгі саған сабаққа сәттілік тілеймін. Сен ары ыстық алақан арқылы. Сен бүгін сабағыңды 5-ке бітір. Тамаша. Сен бүгін сабақта еш нәрседен жаңылмай барлығына дұрыс жауап бер. Тамаша. Бүгін сабаққа белсене қатысуын тілеймін. Керемет. Сіз жақсылықпен болыңыз. Рахмет. Балалар, алақанымыз ыстық, көңіл күйіміз көтерілді ғой, иә? Қазақстандағы көлдер 6-шы жаттығу. Қазақстандағы көлдер және 6-шы жаттығу. Ереже бойынша, кім, Нұрбек? Болмыстық есімдігі. Бұл көлдер және 6-шы жаттығу. Онда ғалымдардың сол көлдер туралы келіспеу, келісу туралы мәтін жазып беру керек болатын. Кім жазып берді? Оқиыншы. Оқи ғой. Балқаш көлінің атауының пайда болуы туралы ғалымдар пікірі дәлелді. Себебі Балқаш атауы батпақты көл деген мағына береді деген. Ал көлдің жағдайы да дәл сондай екені белгілі болған. Ал Балқаш атауының шығуына байланысты тараған ел арасындағы аңыздар да өзіндік шындыққа жанасады. Халық арасында кез келген жердің, таудың, сулардың атауына байланысты қалыптасқан аңыздар бар. Балқаш көлінің атауына да осындай аңыздар шығарған. Жарайсың. Өзіңіз бағалау парағын алып келдім. Әрбір тақырып, әрбір тапсырма орындаған сайын өз-өзімізді осы бағалау парағына жазып отырамыз. Аяулым айта ғой. Балқаш деген сөз лайсаң, батпақ, тұнба деген мағынаны береді. Дұрыс. Тамаша. Лайсаң, батпақ, тұнба деген мағынаны білдіреді. Балқаш көлі Қазақстанның қай аумағында орналасқан? Бұдан айта ғой. Қазақстанның оңтүстік шығысында орналасқан. Тамаша. Балқаш көлі балалар Қазақстанның оңтүстік шығысында мақсатында мен жұптық тапсырма алып келдім. Жұптасып орындаймыз. Бұл жерде жұмбақ берілген. Біз осы уақытқа дейін есімдіктердің мағынасына қарай бөлініп өткен болатынбыз, иә? Соған байланысты жұмбақты шешеміз және есімдіктердің қай түрлері мәтіннің ішінде бар, жұмбақтың ішінде бар, соны табамыз. Бұл жұптық жұмыс балалар. Жұптасып, орындап, тез-тез жауабын айтамыз. Ішінде есімдіктердің қай түрі бар екенін айтамыз. Дайынбыз ба? Кім оқиды? Бірінші сұрақты аяулым оқи қойшы. Еш тесікте тұрмайды, ол жоқта жер құрғайды. Оның жауабы су. Бұл жерде есімдік еш деген болымсыздық есімдігі, ол деген сілтеу есімдігі. Ол деген сілтеу есімдігі. Тамаша. Екінші жұмбақтың сұрағын оқып жауабын кім айтады? Айта ғой. Екінші. Өзі көп, көлеңкесі жоқ. Оның жауабы су. Өзі деген ол өзіндік есімдік. Жорғалайды жүрегі, аузыда жоқ, сыңғырлайды күледі. Онсыз бірақ жер бетінде тіршілік жоқ. Айтыңдаршы, осыны кім біледі? Оның жауабы су. Оның жауабы су. Дұрыс па екінші? Дұрыс, иә? Осыны деген сілтеу есімдігі болып келеді. Үй тапсырмасына өте жақсы орындап келген оқушылар. Бұл доп 2 балды көрсетеді. Міне 2 бал. Барлықтарын үй тапсырмасын және үйде берілген тапсырмаларды, жұмбақтарды жақсы жауап бергендерің үшін сендерді әрқайсыларыңды 2 балмен бағаладым. Каспий. Азия мен Еуропаның арасында 5 мемлекеттің ортасында орналасқан алып су айдыны. Біздер Каспий деген тайпаның ұрпағымыз. Каспий атауы сол тайпаның атынан қалған. Ежелден елмен елді жалғаған теңіздің тарихы қай кезден бастап алады? Каспий өзінің миллиондаған жылдық тарихында қалай өзгерді? Тарихтың атасы Геродот
болыңдар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша детальды ақпараттарды түсіндіру және сөйлемдегі есімдіктің қызметін зат есім, сын есімнің орнына қолдану. Бүгінгі сабақта осы екі мақсатқа қол жеткізуіңіз керек. Түсінікті ғой? Үлкен тұйық көл. Үлкендігіне қарап оны теңіз деп атайды. Оның Түрка, Хазар, Хвалын деген тарихи атаулары бар. Каспий теңізі көне дәуірде жер қыртысының көтерілуінен Қара теңізден бөлінген теңіз. Балалар, Қазақстандағы теңіздер тақырыбына байланысты мен сендерге карточка беремін. Сол бойынша осы тапсырманы жеке жұмыс орындап шығамыз. Жылдам орындаймыз. Жаңағы тыңдалған мәтін бойынша балалар. Аяғын оқи қойшы. Теңіздің атауы көне жаңа Каспий теңізі. Орналасқан жері Еуропа мен Азия. Ауданы мен ұзындығы 376 мың шаршы километр. Болды, ағарай. Жағалаудың елдері Ресей, Қазақстан, Түркістан, Иран. Құятын өзені 80%, Еділ өзені 5% жайық. Теңіз жағасында қалалар Атырау, Форт, Шевченко, Ақтау қалалары. Дұрыс па екен? Бәріміздің тапсырмамыз осылай болды ма, балалар? Тамаша. Сендерге тағы да 2 балл бойынша баскетбол добын ұсынамын. Тамаша орындап жатсыңдар балалар. Балалар, біз жалпы есімдіктерді өтіп жатқан едік, балалар? Есімдік мағынасына қарай нешеге бөлінеді деп едік? 7-ге бөлінеді. Қандай кім айтады? болымсызды, Қол көтеріп айтамыз, кән? Жіктік есімдігі, сілтеме есімдігі, сұрау есімдігі, өздік есімдігі, болымсыздық есімдігі, және жалпы есімдігі неге бөлінеді? 7-ге бөлінеді. Бүгін балалар, біз есімдіктің септелуі және есімдіктің тәуелденуі деген жаттығулар орындаймыз. Тәуелденуіне байланысты және септелуіне байланысты жаттығулар орындаймыз. Дәптерді ашып бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін қаңтардың 23-і деп жазамыз балалар. Бізде оқулықта берілген 4-ші жаттығу деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар деп. Мен осы деңгейлік тапсырмаларға байланысты сендерге карточка таратамын. Осы карточка арқылы сендер деңгейлік тапсырманы тез орындап айтасыңдар. Түсіндік қой? Тапсырманы орындап біттік па? Кім оқиды? Апай. Оқи қойшқан. Нұрбек оқи қойсын. Бірінші деңгей. Жер шары әлем, көне ескі, дәуір заман, қарым-қатынас байланыс, тұшы ашы. Тамаша. Яғни саған қандай сұрақ беріледі? Көне атауларын қазіргі жаңа атауларымен ата дегене бірінші деңгейде. Тамаша. Екінші деңгей. Атырау, Форт, Шевченко, Ақтау қалаларының аттары қалай қойылған? 1932 жылы Шевченконың мемориалдық мұражайы ашылды. 1928 жылы Форт Шевченкоға қала мәртебесі берілді. Тамаша. Балалар, тағы да. Каспий теңізі Еуропа мен Азия аралығында орналасқан. Жер шарындағы ең үлкен тұйық көл. Үлкендігіне қарап оны теңіз деп те атайды. Оның Гиркан, Хазар, Хвалын деген тарихи атаулары бар. Тамаша. Балалар, бүгінгі Қазақстандағы теңіздер тақырыбын қорытындылау мақсатында, бекіту мақсатында сендерге мен сұрақтар беремін. Осы сұрақтарға жауап береміз. Тез жауап береміз және сендерге берілген өзін-өз бағалау парағы осы парақты да тез толтырамыз, балалар? Сол бойынша, Кәнім, аяуын. Бүгінгі сабақта мен бәрін түсіндім. Каспийдің тарихын білдім. Каспийдің тарихын білдім. Ал? Бүгін сабақта қуанқаны сабақта керемет түсіндім. Керемет түсіндім. Бұны қуантты. Балалар алдарында өзін-өзі бағалау парағы бар. Осы парақты толтыру арқылы сендер маған біреуін оқып беріңдерші, кән? Аяуын оқи қойшы, сен қалай толтырдың? Бүгінгі сабақта ұққан 3 тірек сөз. Каспий
теңізі, Балқаш көлі, есімдіктердің септелуі мен тәуелденуі. Бүгінгі сабақта ойға түйген екі ұғым. Көлдер мен теңіздердің айырмашылығы, көлдер мен теңіздердің ұқсастығы. Бүгінгі сабақта қатысты бір сұрақ. Каспий теңізінің тереңдігі қанша? Мені қызықтырғаны Каспий теңізі ең үлкен тұйық көл екені. Бүгінгі сабақта алға бағам тамаша. Тамаша. Балалар, сендердің қолдарыңда бағалау баскетбол добы бойынша сендерді жаңа ұпай санымен бағалаймыз дегенбіз. Кімде қанша баскетбол добы бар? Әр қайсысы немен бағаланады дедік? 2 балмен. Енді әркім өзінің бағасын айта қойсыншы. 8 балл. Менікі 8 бол. 8 балл. Аяулынікі қанша балл болды? Қанша баскетбол добы болды? 5. Яғни қанша болды бағамыз? 10. Тамаша. Ал кімнікі? 10. Динаранікі 10 балл. Тұрмауыңдар. Балалар, оқулықтың 114 бетіндегі балалар 5-ші жаттығуды аламыз. Өлеңді оқып, жаттап алыңдар және есімдіктерді қатыстырып, өздерің пікір жазып келесіңдер. Сау болыңдар.